Выписка кезінде, яғни роддомнан шығып жатқан кезде ешқашан мынандай конверттер, одеяло қолданбаңыздар. Бала үшін бұл өте қауіпті. Қазіргі таңда бүкіл әлемде дамыған елдерде дәрігерлер әйел перзентханадан шығып жатқан кезде мынандай конвертке, одеялоға баласын салуға рұқсат бермейді, қауіпті болғандықтан. Оның орнына олар міндетті түрде жаңа туылған нәрестені көлікке отырғызып жатқан кезде қолданатын арнайы автокресло сұрайды. Сіз таксимен қайтыңыз, өзіңіздің көлігіңізбен қайтыңыз, без разницы. Егер де сіз перзентханаға осындай арнайы автокресло алып келмесеңіз, сізді перзентханадан шығармайды. Менің үшінші балам осы Доха қаласына дүниеге келді. Мен осындай автокреслоны перзентханаға алып келмейінше мені роддомнан шығарған жоқ. Бұл бүкіл әлемде алтын ереже. Неге десеңіздер, бұндай ситуациялар өте көп болған. Сіз көлікке отырған кезде баланы конвертке, одеялоға салып алып қолыңызға ұстап отыратын болсаңыз, қандай да бір көлік апаты болатын болса, немесе көлік жүргізуші резко көлікті тоқтату керек болатын болса, тормоз басу керек болса, сіз ондай ситуацияда баланы қолыңызға ұстап отыра алмайсыз. Балаңыз қолыңыздан ұшып кетеді. Бұндай ситуациялар талай кездескендіктен осындай ереже қабылдауға мәжбүр болған. Сондықтан қыздар міндетті түрде выписка кезінде конверт, одеялоға ақшаңызды құртпай, оның орнына арнайы автокресло сатып алыңыздар. Баланың қауіпсіздігі үшін. Конверт, бұндай одеялоларды қолдануға болады. Егер де сіз мысалға перзентханадан үйге коляскамен қайтатын болсаңыз, жаяу қайтатын болсаңыз, пожалуйста, қолдансаңыз болады. Бұл видеоны барлық жүкті келіншектерге жіберіп қойыңыздар, біліп жүрсін.